нಮস্কার, мен Береке жалпы орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысымын. Мен сіздерге өзімнің үздік экологиялық бастамамды ұсынамын. Мысал ретінде, әлемдегі ең атақты жолаушылар тасымалдаушысы Uber 2040 жылға қарай толығымен электрмен жұмыс істеу үшін $800 миллион инвестиция алған болатын. Мақсаттардың бірі, көміртегі бейтараптағы, әрине, бұл жерде сіз аккумуляторды өндіруге және жоюға байланысты табиғатқа зиян келтіретін тақырыпты көтере аласыз. Бірақ қазір барлық дерлік ірі өндірушілердің бұл мәселені шешуге тырысуда. Және де тағы да мысалға Microsoft компаниясын келтірсек болады. Бір қадам алға. Microsoft жоспарлары. Өткен қаңтарда оның өкілдері жаһандық экология мақсатын жариялады. 2050 жылға қарай олар компания 1975 жылы құрылған бері тікелей немесе электр энергиясын тұтыну нәтижесінде шығаратын барлық көміртекті қоршаған ортадан алып тастауды жоспарлап отыр. Мұндай мысалдарды мыңдап келтіруге болады. Компаниялар табиғатты сақтауға немесе жақсартуға, тұтынуды азайтуға немесе қоршаған ортаға әсері азырақ ресурстарды қамтамасыз етуге көмектеседі. Бірақ бұл мақалада біз қосымша бонус немесе қосымша жоба емес, эко префиксі табысты бизнестің негізгі идеясын айналдырғанды қарастырамыз. Мен сіздерге Норвегиялық Антек компаниясының биогаздарына ұсынамын. Биогаздар қазіргі сұранысқа ие, пропан және метан газдарынан қарағанда тиімді. Және де пропан метан газдарынан қарағанда бұның кері әсері өте аз. Тіпті 3-4 есеге аз десек те болады. Антек компаниясының жаңашыл биогаз технологиясы сиырдың ас қорыту жүйесіне ұқсайды. Біз бактериялардың өркендеуі үшін, тамаша ортаны қамтамасыз ету үшін қосылатын ағынды анаэробты ас қорытуды беткі қабаты жоғарғы биофильммен біріктіреміз. Биологиялық ас қорыту камераларын пайдалану процесті көбірек бақылауға және жоғары газ шығымына мүмкіндік береді. Біз өндірісті индустрияландырып, ұлғайтып жатырмыз. Технологиямызды сатумен қатар, біз тұтас биогаз, биотыңайтқыштар өндіретін қондырғылар саламыз. Өндірісімізді ұлғайту және шығындарымызды азайту арқылы біз қалдықтар орналасқан жерде мыңдаған тиімді бөлінген биогаз қондырғыларымен салуды мақсат етіп отырмыз. Біз өзіміздің туған қаламыздағы қоқыс көлемі туралы деректерді жинай отырып, адамдар мен компаниялар үшін қоқыс тастайтындардан бастап, оны қайта өңдейтіндерге бүкіл экожүйені жасап ақша таптым. Мысал ретінде Hostel IQ жасаушылардың жаһандық мақсаты қазіргі уақытта қалдықтарды жасырылған құнды ресурстарды алу болып табылады. Бұл ресурстарды қайталама пайдалану табиғатқа әлдеқайда аз зиян келтіріп қана қоймайды, сонымен қатар процеске қатысушылардың барлығын табыс әкеледі немесе құтқарады. Айтпақшы, табиғатқа келетін зиян туралы. Кейде оның себебін адам ғана емес, оны айтарлықтай азайта алатын да адам. Жалпы біз және де биогаз туралы айта кететін болсақ, биогаз қатты және сұйық күйді органикалық қалдықтардың метандық ашуы кезінде түзілетін жанғыш газ. Ал егер де осы газды біздің инновациялық қандай да бір көлікке немесе жүк көліктеріне енгізетін болсақ, менің ойымша бұл өте жақсы инновациялық экологиялық бастама болып, яғни стартап болып табылады. Және де биогаз ағаш өңдеу, тамақ өнеркәсіптерінің қалдықтарына ашығанда ақаба суларды түзіледі. Олардың құрамында 25-65 метан және де 35-45 көмір қышқыл газы болады. Биогазды тез жетіліп, мол биомасса беретін балдыралы және де басқа да микроорганизмдер арнайы өсіп, ашыту арқылы да алуға болады. Ол отын есебінде қолданылады. Егер де біз осы отын есебінен қолданылатынын бір жағын плюс алатын болсақ, егер де дәл осы көлікке енгізетін болсақ, ол деген біздің қоршаған ортамызға, немесе қалалардың ластауынан, табиғаттың ластауынан алдын ала аламыз. Электр тоғымен және де осы биогазбен істейтін болсақ. Тағы да айта кететін болсақ, осы органикалық қалдықтар ашып ыдырау процесінде кезінде түзілетін көмір қышқыл газы атмосфераға сіңіп, оның молаюына әсерін тигізеді. Егер де биогазды көлікке ендіретін болсақ, жалпы қандай да бір инновациялық ашуда оның тарихын айта жөнеледі. Жалпы биогаздың құрамында, сапасының тарихын айта кететін болсақ, адамзат биогазды қолданудан бұрын үйренген
біздің заманымызға дейінгі 1000 жылда қазіргі Германия шекарасында қарапайым биогаз құрылғылары болған. Эльба бассейнінің шалшықтарының жерінде орналасқан алемандарға, батпақтарға, айдаһарларға көзге түскен. Олар батпақтағы шұңқырларды жиналған ыстық газ айдаһардың демі деп ойлаған. Айдаһардың тынышталдыру үшін батпаққа жемтік және тамақ қалдықтарын тастаған. Адам айдаһар түнде келетін және оның демі шұңқырларының қалатынына сенген. Алемандар теріден қалқа тігуді, олармен батпақты жауып, газды өз үйлеріне тері яғни құбырлары арқылы өткізуді, оны тамақ дайындау үшін қолдануды ойлап шығарған болатын. Олардың бұндай әрекетке баруы түсінікті, себебі құрғақ отын табу қиын болған. Ал батпақ газы, яғни біздің биологиялық газымыз бұл мәселені жақсы шеше білген. Тағы да айта кететін болсақ, алғашқы құжатталған биогаз қондырғы 1856 жылы Үндістанда Бомбейде құрылған. 1895 жылы Ұлыбританияда биогаз көшеге жарық түсіру үшін қолданылған. 1930 жылы микробиологияның дамуына байланысты биогазды шығару процесіне қатысатын бактериялар айқындалды. Биогаз құрамы бағана айтып кеткен 87% метаннан, 13-50% H2-ның H2O-тің аз маз қоспаларында тұрады. Биогаздан жалпы біз биометан пайда болады. Ал биометан туралы айта кететін болсақ, биометан табиғи газдың толық ұқсастығы болып табылады. Айырмашылық тек пайда болуында. Биогаздан тек қана метан энергия жеткізіп тұратындықтан белгілі отырып, газдың сапасын, газдың шығуын және газдың мөлшерін суреттеу үшін қолданылады. Тағы қосып айта кететін болсақ, егер оны бағанағы көліктерге, жүк көліктеріне енгізетін болсақ, ол өте жақсы инновация болып табылады және де әлемдік қарқында яғни сатылу мөлшері өте көп болады деген кепіл бере аламыз. Биогаз біз білетіндей, ол балық қыламынан, бағанағы қалдықтардан шығады. Ол метан, пропан газынан қарағанда тиімдірек болып саналады. Ал егер де осы биогазды яғни көліктерге орнататын болсақ, жүк көліктеріне орнататын болсақ, ол өте жақсы инновация болып табылады. Яғни өте жақсы қоршаған ортаны осы яғни сақтау ретінде алдын ала алады.